Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен Python курсымыздың ең алғашқы сабағын бастағалы отырмыз. Ең алғашқы сабақта біз сіздермен print функциясының негіздерін, оның аргументтерін және міндетті емес sep пен end параметрлерін, сонымен қатар кірістірілген тырнақшалар жағдайын үйренетін боламыз. Ендігі кезекте біз сіздермен print функциясын қолданып, біздің алғашқы бағдарламамызды жазайық. Ол үшін біз print деп функцияның атын тергеннен кейін жақшаны ашамыз. Жақшаның ішінде тырнақшаны ашып, сәлем, әлем деп жазайық. Бағдарламамызды жазып болғаннан кейін біз run батырмасын басып, нәтижесін оң жағында көре аламыз. Жалпы print Pythonның кіріктірілген функциясы болып табылады, яғни бұл біздің қолдануымыз үшін алдын ала жазылған команда болып табылады. Және де бұл функция, бұл команда экранға кез келген деректі шығарады. Келесі кезекте маңызды айтатын нәрсе ол Python регистрлерге сезімтал тіл. Бұл дегеніміз Python үшін P әрпінің кішкентай әрпі немесе бас әрпі екі түрлі символ болып саналады. Сол себептен де біз print функциясын шақырған кезде міндетті түрде оны тек қана кіші әріптермен жазғанымыз абзал. Егер де біз шатастырып print функциясын бас әріптен бастап немесе барлығын бас әріптермен жазатын болсақ, бұл функция компьютерге таныс болмайды, сол себептен де қате шығарады. Енді print функциясы Pythonның кіріктірілген функциясы болғандықтан, кез келген функцияны шақырған кезде біз міндетті түрде жақшаны ашып, соңында жабуымыз қажет. Сол себептен де экранға шығарылатын барлық нәрсе осы жақшаларға алынады. Ал біз print функциясын қолданып экранға мәтінді шығарғымыз келсе, біз міндетті түрде ол мәтінді екі жақтан тырнақшаға аламыз. Бұл тырнақшалар жалғыз тырнақшалар болуы мүмкін, немесе қос тырнақшалар болуы мүмкін. Алайда ең маңыздысы, егер де мәтіннің басын біз қос тырнақшамен алсақ, соңында да қос тырнақша болуы тиіс, ал егер де жалғыз тырнақшамен басталса, соңында сол жалғыз тырнақша болуға тиіс. Енді тағы да айта кететін нәрсе ол print функциясы мәтінді әрқашанда жаңа жолдан бастайды. Яғни, егер де біз бірінші жолға бір print командасын шығарсақ, ал екінші жолға екінші print командасын шығарсақ, бұл print командаларының ішіндегі жатқан мәтін әрқайсысы жаңа жолға шығады. Ал егер де біз print функциясының ішіне ештеңе жазбасақ, бұл бізде экранға бос жолды шығарады. Яғни, мәтіндік редактормен жұмыс кезінде қарапайым enter функциясын атқарумен балама ретінде айтсақ болады. Енді алғашқы мысалымызды біз жаңа ғана экранға шығардық. Ендігі кезекте екінші мысалымызға өтіп, осы екінші мысалда бірінші жолға біз өзімізді таныстырайық, екінші жолды біз бос қалдырайық, және де ең соңғы жолда біз маған Pythonда код жазу ұнайды деген мәтінді шығарайық. Сәлем әлем деген бізге уже қажет емес. Біз print функциясын шақырамыз, міндетті түрде жақша ашып, одан кейін тырнақшаның ішінде менің есімім Нұрсұлтан деп жазам, иә. Кейін астына тағы да жаңа print командасын шақырып, маған Pythonда код жазу ұнайды деп жазамын. Команда осы код жазылып болғаннан кейін біз run батырмасын басамыз, және де оң жағында осы біздің бағдарламамыздың нәтижесін көре аламыз. Мына жақта былай жазсақ болады, немесе мынаны былай жазсақ болады, масштабированиясын. Жалпы экранымызда біз осы мысалымыздың нәтижесін көріп тұрмыз. Енді print функциясының аргументтеріне тоқталайық. Жалпы Pythonда кез келген функцияны шақыру үшін оның атауынан кейін міндетті түрде жақша қоюымыз қажет дедік, және де осы жақшаның ішіне қойылатын мәліметтерді біз аргументтер деп атаймыз. Яғни, қазіргі осы мысалда бізде бір аргумент бар, ол бізде hello world деген мәтініміз. Егер де біз бұл жақшаның ішіне аргумент бермесек,
бұл бізде бос жолды шығарады. Бұл туралы біз алдында айтқан едік, яғни бұл бізде аргументсіз print функциясы. Сонымен қатар, егер print функциясының бір аргументі болса, сол аргументтің мәнін экранға шығарады. Ал егер де оның бірнеше мәні болса, мәселен қараңыздар, тырнақшаға алынған бір мәтін, одан кейін екінші мәтін, одан кейін үшінші мәтін, төртінші сөз, бесінші сөз, алтыншы сөз. Яғни, осы жерде бізде 6 аргумент берілген, және де назар аударыңыздар, бұл аргументтер үтір белгісі арқылы бір-бірінен ажыратылған. Яғни, егер де біз аргументтерді үтір белгісі арқылы ажырататын болсақ, бұл дегеніміз осы мәтіннің арасында біз пробел таңбасын, яғни бос орынды қалдырамыз деген сөз. Осы үйренгенімізді пайдаланып, қазір мен өзімнің есімімді латын әріптерімен әр әріптердің арасында бос орын қалдырып жазатын боламын. Яғни бұл есепті шешудің бірнеше жолы бар, екі жолын көрсетейін сіздерге. Бірінші жолы ол мен осылай бір ғана қос тырнақшаны қолданамын да, осылай шығарам. Экранда Нур Султан деп бөлек-бөлек жазылып тұр, арасында пробелдармен. Алайда біз қазір үйренген нәрсемізді, яғни бірнеше аргументтерді қолданып осы мысалды шығарайық. Қазіргі кезде мен тек қана жалғыз тырнақшаны қолданайын, өйткені біз оны да қолдануға құқылымыз. Және де байқап отырсаңыздар, мен әрбір жалғыз тырнақшаның арасына өзінің әріптерін жазам есімімдегі, және оларды не істеп отырмын, оларды үтір белгісі арқылы бір-бірінен ажыратып отырмын. Егер де бұл бағдарламаны мен іске қосатын болсам, тура осы нәтиже экранға шықты. Енді біз сіздермен міндетті емес сеп параметрмен танысайық. Бұл қандай параметр екен? Байқасаңыздар, бұл міндетті емес параметр. Не себепті? Өйткені біз оны қолданбасақ та болады. Алайда бұл параметрді қолдансақ, бізге қандай нәтиже береді, соны сіздермен бірге анықтайық. Қараңыздар, мына жерде бізде сеп параметрі жоқ. Және де аргументтер бір-бірімен пробел, яғни бос орын арқылы ажыратылып тұр. Нәтижеде, я? Ал егер де біз тура осы кодқа ең соңына септі қоссақ, бұл бізде осы аргументтердің арасын бос орынмен емес, немен ажыратып тұр? Осы септің ішінде тұрған дефис арқылы бір-бірімен ажыратып тұр. Бұл жерде тағы да айта кететін маңызды мәселе, егер де сеп параметрі берілмесе, бұл дегеніміз сеп параметр жоқ деген сөз емес. Ол бізге көрмей тұр. Және де оның мәні пробел деген сөз, бос орын. Яғни оның әдепкі қалпы, ол бізде бос орын. Енді септі біз термин ретінде қарастырсақ, бұл бізде ағылшын тіліндегі separator деп аталатын терминнің қысқартылған формасы. Ал separator деген нәрсені біз аударсақ, ол бізде ажыратқыш деген мағынаны береді. Яғни сеп параметрлері осы аргументтердің арасындағы ажыратқыштардың қандай мәнге ие болуын анықтайды. Енді сеп параметрлері тек қана бір символ емес, бірнеше символ болуы да мүмкін. Және де экранның мінеки нәтижесін экранда көріп отырсыздар. Енді біз тура жаңағы алдында жазған кодымызды кішкене өзгертіп, экранға осы менің есімімдегі әріптердің арасында плюс белгісін қойып жазайын. Ол үшін бар болғаны мен ең соңында сеп деп жазамда, оның ішіне мен не істеймін? Плюс белгісін қоямын. Нәтижесін тамашаласақ, мінеки бізде мысалдағы қажет нәтиже шығып отыр. Енді бұдан бөлек, мына жерде
мен сіздерге осындай арнайы символды үйреткім келіп отыр. Егер де мәтіннің ішінде осы backslash деп аталады, backslash n арнайы символы кездесетін болса, ол бізде жаңа жолды білдіреді. Яғни біздегі экранда көрініп тұрған осы ағылшын тілінің алғашқы 8 әрпін мына жақта d әрпінен кейін осылай backslash n деп қойсақ, бұл бізде d әрпінен кейін жаңа жолды бастайды, және де бұл бізде егер де екі print командасын қолданған кездегі нәтижені бірдей қылдырып осылай береді. Осыны кәдімгі тоже практика жасап көрейік. Мына жерде print командасы бар. Және де print командасына мен A, B, C, D, E, F, G, H десем, бұны экранға шығарсам, бұның барлығы бір жолда шығады. Бірақ та егер де кез келген бір жерге мен мысалы backslash n деп қойсам, өзіңіз көріп тұрсыздар, d әрпінен кейін жаңа жолды бастап кетті. Егер де мен f әрпінен кейін де осылай қойсам, демек бізде 3 жолда мәтін болады деген сөз. Біздің мысалда осылай тұр, және де бұл бізге немен бірдей нәтиже береді. Егер де біз мына жерде бірінші принтімізді жауып, мына жақта екінші print функциясын қолданып, осылай жазғанмен бірдей нәтиже береді. Яғни біз сіздермен осы жаңа жол символын, арнайы символын үйрендік. Ары қарай біз осыны қолданып не істейік? Менің есімімді әр әріпті жаңа жолдан жазып шығайық. Бұны жазудың ең оңай жолы ол мен жаңағы мен есімімді қайтадан орнына келтірем. Және де осы жерде separatorдың орнына backslash n деп жаза салам. Сол кезде бұл аргументтер, бұл менің мәтінім, әріптерім не арқылы ажыратылады бір-бірімен? Enter белгісі арқылы, яғни жаңа жол символы арқылы ажыратылады. Әрине, біз бұны былай емес, біз бұны әрбір жолға менің есімімнің әрбір әрпін жазып отыруға да болушы еді. Алайда бұл біріншіден бір жолдық код емес, 9 жолдық код болады. Екіншіден, біз осылай жазып отқанша, біздің экранымыздағы бар дүниені осылай тек қана бір жерден ғана өзгерте салсақ, тура сол нәтижеге қол жеткізетін боламыз. Енді, қазір біз сіздермен осы мысалды шешіп көрейік. Бұл жерде бізде осындай код берілген. Бірақ та бұл кодты біз түрлендіріп, өзгертіп, нәтижені осылай шығаруымыз қажетпіз. Бірінші кезекте біз осы экранда берілген кодты жазып шығайық. Менде 3 түрлі мәтін бар. Ол мәтіндерді мен осылай 3 аргумент ретінде жазамын. Мұнда мен алма деймін, мұнда мен алмұрт деймін, мұнда мен банан деймін. Және де бұл жерде бұлар не болғандықтан, бұлар әртүрлі аргументтер бір-бірімен үтір арқылы ажыратып тұрған үшін экранда бұл сөздер пробел арқылы, яғни бос орын арқылы шығады. Ал маған не қажет? Маған бұларды бір-біріне қосып жазу қажет. Оның жолы, мен мұнда оларды ажырату символын, separator не істеймін? Осылай бос жол қылдырамын. Яғни бос жол дегеніміз не? Алмадан кейін алмұрттың арасына ештеңе қоспай бір-бірімен біріктір деген сөз. Қараңыздар. Егер де пробел болса, осылай болушы еді. Бірақ та пробел ол бізде по умолчанию дейді, яғни әдепкі қалыпты жағдай. Сол себептен пробел бізге қызық емес. Мұнда дефис болса былай болушы еді. Және де бұл жердегі мысалда мен сізге көрсеткім келген нәрсе, мына жақта мен ештеңе қалдырмайды былай жазсам болады. Нәтижеде ажыратқыш болмайды. Яғни осы мәтіннің барлығы бір-біріне жақын орналасады деген сөз. Енді біз сіздермен sep параметрін үйрендік. Қазір біз сіздермен n параметрін үйренейік. Егер де n параметрі берілмесе, оның әдепкі мәні жаңа жол символы. Неге? Өйткені әрбір print командасы бізге жаңа жолдан жазылады деп айттық. Не үшін? Себебі әдепкі қалпы по умолчанию бізде жаңа жол болуы керек, жолдың соңы. Сол себептен де осылай. Яғни жаңа жол бізде мәтіндік редактордағы enter командасының баламасына ұқсайды. Және де жоғарыдағы код осындай нәтижені береді.
Ал егерде біз тура осы кодты алып, бірақ та соңында біз end параметрін жаңағы жазып, оған нүкте белгісін тағайындасақ, мән ретінде, мына жерде қараңыздар, д әрпінен кейін менде жаңа жол басталмайды, менде осы нүкте қойылады. Мына жерде де нүкте қойылады. Кәнекей, осыны экранда біз практикада жасайық. Бізде print бар. A, B, C, D, print E, F, G, H. Сол кезде бізде экранға әрқайсысы жаңа жолдан шықты. Ал егерде мені мына жерге қараңыздар, end деп нүкте қойсам, бұл екі жол бірігеді. Неге? Өйткені бірінші жолдың соңында enter емес, нүкте белгісі қойылатын болады. Егерде мен тура осыны астына жазсам да, соңында менде нүкте бар. Бұл не деген сөз? Егерде мен мына жерде print командасын жаңадан жазып, жаңа жол деп шығарсам, бұл бізде жаңа жолдан шықпайды. Неге? Себебі алдындағы print командасы ең соңында enter қойған жоқ, ең соңында ол нүкте ғана қойды. Ал біз жағына содан кейін жалғастырып жатырмыз. Ал мына жерде бізде end параметрлі берілмеген, end аргументі берілмеген, сол себептен де бізде адепкі қалпы по умолчанию enter бар. Сол себептен де мен мұнда жаңа жол 2 деп жазатын болсам, мына жерде жаңа жол 2 бізде шынымен де жаңа жолдан жазылып тұр. Осы мысал арқылы мен сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. End параметрінің қызметін. Енді step параметрі сияқты бұл жерде де біз тек қана не істей алмаймыз, тек қана бір символ емес, бірнеше символ қоя аламыз. Нәтижеде бізде d-дан кейін бір символ емес, екі леп белгісі бар, және h әрпінен кейін де екі леп белгісі бар. Сонымен қатар біз осы end функциясын қолданып келесі мысалды шешейік. Яғни бұл жерде бізде әрбір жеміс жидегіміз әрбір жеміс жидегіміз жаңа жолдан берілген. Және де адепкі қалпы бойынша бізде әрқайсысы бөлек-бөлек жаңа жолдан шығады. Алайда бізге не қажет? Бізге олардың арасына қос нүкте қою қажет. Және де байқасаңыздар, тек қана алмадан кейін және алмұрттан кейін. Яғни мен мына жерге не істеймін? End деймін да. Немен бітір деймін? Қос нүктемен бітір деймін. Мына жерде де мінекей қос нүктемен бітір деймін. Нәтижеде осылай шығып тұр. Кәнекей, назар аударайық. Не себептен мына жақта қате кетіп тұр? Себебі мен мұнда end аргументін қолдануға ұмытып кеттім. Мінекей, нәтижесін көріп тұрсыздар. Яғни біз не істедік? Бірінші жолдағы print командасын жаңа жол жасама дедік. Ең соңында алмадан кейін жаңа жолдың орнына не істедік? Қос нүкте қой дедік. Алмұрт үшін де тура солай. Бірақ та банан үшін олай емес. Яғни мен мұнда жаңа жеміс жидек қосатын болсам, арбуз дейік, қарбыз. Бұл жерде қарбызымыз жаңа жолдан жазылады. Жалпы бұл мысалда түсінікті деген ойдамын. Келесі мысал, біз бұларды бір-біріне біріктіруіміз қажетпіз. Яғни бұл дегеніміз не? Мен аны өшіріп тастайын. Қазіргі кезде бұлардың арасында қос нүкте тұр. Ал егерде мен бұлардың арасында бос еш нәрсе қоймай жаңағы бос мәтінді endтің мәніне теңестірсем, демек алма мен алмұрттың арасында маған ештеңе қойма деген сөзім, және алмұрт пен банан арасында да маған ештеңе қойма деген менің командам. Нәтижесінде мінекей экранда көріп тұрсыздар. Ары қарай кеттік. Қазір біз сіздермен кірістірілген тырнақшаларды қарастырып өтейік. Бұл біздің осы сабақта өтетін соңғы тақырыбымыз. Өте қызықты мысалдармен танысатын боламыз. Яғни біз алдында айтқандай, біз мәтінді жалғыз тырнақшамен немесе қос тырнақшамен екі жақтан ала аламыз. Компьютер үшін ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең бастысы біз не деген едік? Мәтіннің басы жалғыз
тырнақша болса соңында солай болу керек, егер де қос тырнақша болса соңында қос тырнақша болу қажет дедік. Яғни біз қос тырнақшамен бастап жалғыз тырнақшамен аяқтай алмаймыз, бұл бізде қате шығарады, және де керісінше де жасай алмаймыз. Екі жақтағы тырнақша бір типтес болуы қажет. Енді келесі жазуды экранға қалай шығарамыз деп ойлайсыз деген мысалды қарайық. Халқымыз білімді мыңды жығар дейді. Бұны біз мына жақта бірге шығарып көрейік. Яғни print командасын қолданамыз. Және де мына жерде не дейміз біз? Халқымыз білімді мыңды жығар дейді. Халқымыз тырнақша қалам білімді мыңды жығар. Мына жақта тиренің орнына дефис қоя берейін. Мағынаны өзгертпейді. Мына жақтан нүкте. Және де тырнақша. Байқап тұрсыздар, иә? Жалпы мына жақтағы біздегі Pythonның редакторы мәтінді қызымен белгілейді, ал мына жерде мынау білімді мыңды жығар деген олай белгіленіп тұрған жоқ. Бұл бізде қате шығарады. Неге? Себебі мына жерде білімді мыңды жығар деген ол бізде мәтін ретінде қабылданбай тұр. Неге? Өйткені мына жақта халқымыздың алдында тырнақша басталды, яғни мәтін басталды деген сөз, бірақ та бұл мәтін қайда аяқталып тұр? Мына жерде аяқталып тұр. Яғни, егер де бізде мәтіннің ішінде қос тырнақша болса, бұл мәтінді жалғыз тырнақшаға алған дұрыс екі жақтан. Сол кезде бұл мәселе оп-оңай шешіледі. Экранда көріп тұрғаныңыздай. Алайда, бұл мәселені шешудің екінші жолы да бар, ол бізде арнайы бэкслэш қос тырнақша символы. Яғни бірінші жолды мына жақта бірінші шешімді мен сіздерге көрсеттім. Екінші шешім ол бізде қос тырнақша екі жақта қалай береді? Алайда мәтіннің ішінде қос тырнақша кездессе, оның алдында біз осы бэкслэш символын қолданамыз. Сол кезде ол мәтінді аяқта емес, мәтінде байқа, абайла тырнақша символы кездесіп жатыр деген мағынаны компьютерға түсіндіреді. Яғни бізде мына жақта қос тырнақша қалай береді? Алайда мына жерде осы мәтіннің ішіне кездесетін қос тырнақшаның алдына біз не қоямыз? Бэкслэш символын қоямыз. Сол кезде біз тура осындай нәтижеге қол жеткіземіз. Бұл осылай осы мәселені шешудің екі жолы, екі шешімі. Енді керісінше болса ше, бізде экранда не шығару керек? Осындай жалғыз тырнақшалы мәтінді шығару қажет. Оқушылар Hello World мәтінін шығарды. Яғни оқушылар жалғыз тырнақша, иә? Hello World мәтінін шығарды. Қос тырнақша. Экранға шығарып көрейік. Барлығы дұрыс шықты. Неге? Бұл жерде проблема жоқ. Себебі мәтіннің ішінде бізде жалғыз тырнақша қолданып тұрмыз. Ал мәтіннің жалпы мәтін бізде қос тырнақша алынып тұр. Ал егер де біз жалпы мәтінді оны да жалғыз тырнақша алатын болсақ, бұл жерде проблема алдындағындай. Бұл мәселені шешудің жолы осы жалпы мәтінді біз жалғыз тырнақшамен алып тұрмыз ғой. Сол себепте мәтіннің ішінде жалғыз тырнақшалар кездессе, оның алдына біз не қоямыз? Бэкслэш символын қоямыз. Enter'дің жанындағы символ. Енді осылайша біз осы мысалды да сіздермен шығардық. Яғни көріп отырсыздар, екі шешімді де біз сіздермен жаңа қарастырдық. Біріншісі, жалғыз тырнақшалы мәтін болса, бұл жалпы мәтінді екі жақтан қос тырнақшаға алу, немесе екі жағында жалпы мәтін жалғыз тырнақша алынып тұрса, және де бұл мәтіннің ішінде тура осы символ кездессе, олардың алдына не қою? Бэкслэш қою. Себебі мынау арнайы символ, бұл менде мәтін бітіп жатқан жоқ, бұл мәтіннің ішіндегі осы жалғыз тырнақша дегенді білдіреді компьютерға. Енді осындай қызықты жағдайды бірге қарастырайық. Ал егер де менде мәтіннің ішінде жалғыз қос тырнақшада
жалғыз тырнақшада болса қалай болады? She said I'm learning Python. Кәнекей бірге қарастырайық. She said I'm learning Python. Қазір. Бұл мәтін, алайда бұл мәтінді, жалпы мәтінді біз тырнақшаға алуымыз қажетпіз. Қандай тырнақшаға? Мәселен, екі жақтан қос тырнақшаға алайық. Бұл жерде қандай проблем? Бізде жалпы мәтін екі жағынан қос тырнақшаға алынып тұр, бірақ та мәтіннің ішінде де қос тырнақша бар. Сол себептен де олардың алдына біз бэкслэш символын қоямыз. Мына жерде тура осылай. Сол кезде біз осы нәтижеге жетеміз. Ал егер де бізде жалпы мәтін қос тырнақша емес, жалғыз тырнақшаға алынған кезде біз не істеуші едік? Осы мәтіннің ішіндегі жалғыз тырнақшаның алдына осы арнайы символды қоямыз. Нәтижесінде тура осы нәтижеге жетеміз. Ал бұдан да оңай жолы бар, қызықты жолды сіздерге үйретейін. Мен екі жақтан тек қана бір ғана қос тырнақшадан емес, екі жақтан үш қос тырнақшаны да қойсам болады. Қараңыздар. Бірақ та дәл осы мысалда қате болады. Неге? Өйткені менің үш қос тырнақшам не болып кетті? Төрт тырнақшаға айналып кетті. Сол себептен де мынау тырнақша ол мәтіннің ішінде деп осылай белгілеуім қажет. Көріп тұрсыздар, иә, мынау басқа түспен боялып тұр. Сол кезде шешілді. Бірақ та сіздер шатастырмау үшін мен мына жақта тырнақшаны мынау нүктенің алдына қойсам, мына жерде ешқандай проблемасыз. Қараңыздар, үш қос тырнақша алам, соңында үш қос тырнақша алам. Бұл дегеніміз мәтіннің ішінде біз арнайы символдарсыз қос тырнақшаны да, жалғыз тырнақшаны да қолдана аламыз деген сөз. Тура осылай біз екі жақтан жалғыз тырнақшаны үш реттен қойсақ болады. Тура осы нәтижеге жетеміз. Кәнекей. Мына жақта қарастырайық. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде егер де мен жалғыз тырнақша қолдансам, мәтіннің ішіндегі жалғыз тырнақшаның алдында бэкслэш қоям. Екі жақтан қос тырнақша қолдансам, қос тырнақшаның алдына бэкслэш қоям. Ал егер де мен екі жақтан былай қолдансам, оңай, немесе мына жақта мынау бізде немене? Үш жалғыз тырнақша қоям, немесе үш қос тырнақша қоям. Сол кезде мәтіннің ішінде менде қос тырнақшада, жалғыз тырнақшада келе берсе, маған бәрібір мен оларға арнайы символымды қою шарт болмайды. Мен ол символдарды қоймаймын. Жалпы түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді біз сіздермен Абайдың сегізаяқ өлеңінің еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген өлеңін бірге қарастырайық. Бұл өлеңді біз неше жолмен, неше әдіспен экранға шығара алады екенбіз. Кәнекей, оны көрейік. Осы сабақта үйренгеніміз бәрін бекітейік. Яғни менің ойыма келіп тұрған ең қарапайым жол екі print функциясын қолдану. Еңбек етсең ерінбей, өтір тояды қарның тіленбей. Кәнекей шығарайық. Бұл бір жолы. Екінші жолы, әрине біз мына жақта не істей аламыз? Қос тырнақшаның орнына жалғыз тырнақша қолдана аламыз. Нәтиже бірдей болады. Одан бөлек біз тек қана бір print командасын қолдана аламыз. Мен әр жақта былай жасаймын, бірақ та жаңа жолды бастау үшін мен не істеймін? Backslash n арнайы символын қолдансам да тура осы нәтижеге жетемін. Жалпы мына жақта еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген бұл бір идея болып тұр. Сол себептен де бұл бір идеяны негізінен бір принтпен шығарған абзал. Алайда бұл принтті біз мына жақта ойлаңызшы, жарайды, екі қана жол. Бізде мысалы 8 жол болса, біз осының барлығын жаза берсек, мынау өте ұзын код болушы еді. Сол себептен де бізге осындай бір әдіс керек. Бірақ та бұл әдісте қате шығады.
Неге? Өйткені print командасының соңында менде тырнақша да жоқ, жақша да болмай тұр. Өйткені бұлар мына жақта қалып кеткен. Бірақ та біз мына жақта қызықтысы, осы үш тырнақша әдісін қолданатын болсақ, бірінші жол біткеннен кейін екінші жолға enter символын кәдімгідей мәтін ретінде қабылдайды, осы жерде проблем шықпайды. Бір жолы мінекей. Екінші жолы мен не істеймін? Мына жерде үш қос тырнақша қолданамын. Бірақ та сонда да мына жерде оқу кішкене қиындау. Сол себептен ең дұрысы былай жазған. Алайда мен былай жазатын болсам, байқаңыздар, мұнда біріншіден жаңа жол жазылып кетті. Және де мен мұнда тағы да мысалы print бағдарламаның соңы дейтін болсам, мына жерде де не болып тұр? Жаңа жол басында мынау себепті. Және де мына жақта да жазылып тұр. Неге? Өйткені мына жерде бізге көрінбейтін enter белгісі бар. Ал enter белгісін алып тастау үшін бізде enterдің алдына осы арнайы символды қойсақ болады. Және де мына жерде де бізде enter белгісі бар. Осы enter символын алып тастау үшін де біз осы арнайы символды қолдансақ болады. Нәтижесінде бізде не болды? Алдында мінекей enter қойылмады, и соңында да тек қана бір ғана enter қойылды, қосымша enter қойылмады. Нәтижесінде бағдарламаның соңы осылай жаңа жолда арасында бос жол қалмай жазылып тұр. Енді осы экранда сіз менің көрсеткен шешімдерімді тамашалай аласыздар. Одан бөлек ең соңында көрсеткен шешімді де көре аласыздар. Жалпы бүгінгі сабақта біз сіздермен print функциясының негіздерін, одан бөлек олардың аргументтерін, параметрлерін, және де кірістірілген тырнақшалардың қандай түрлері бар, және де оларды қалай шығаруымыз қажет деген сұрақтарға жауабымызды алдық. Сабақ сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі сабақта жолыққанша.